Сіз білесізбе, бір түнде 200 мың адам із-түссіз жоғалып кеткен қала болған. Бұл Порт-Рояль қаласы. Оны Кариб теңізінің күнәһар қаласы деп атаған. Ол Ямайка аралында орналасқан және 17 ғасырда қарақшылардың астанасы болған. Мұнда қарақшылар, саудагерлер мен бай сауда компаниялары шоғырланды. Қалада заң деген атымен жоқ. Тек алтын, спиртті ішімдіктер мен ойын-сауық үстемдік етті. Бірақ 1692 жылы 7 маусымда бар болғаны 2 минуттың ішінде барлық қала су астына кетті. Мұның себебі алып жер сілкінісі. Қала батпақты жерге салынған еді. Сол себепті жер асты дүмпулері оны теңізге қарай жылжытып жіберді. Қатты жер сілкінісінен кейін цунами соғып, Порт-Рояльдің 3/2 бөлігі су астына кетті. Куәгерлердің айтуынша адамдар жердің астына тірідей жұтылды. Бүгінде Порт-Рояль су астындағы ямайкалық Атлантида. Ал археологтар бұл жерден сол заманның үйлері, ыдыс аяқтары, тіпті көшелердің қалдықтарын тауып жүр. Бұл оқиға адамзат тарихындағы ең қорқынышты табиғи апаттардың бірі болып саналады.